Ассалаумағалейкум, 31-ші арнаның тікелей эфирінде Информ бюро жаңалықтары. Әріптестерімнің бүгінгі әзірлеген ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Жаңаөзен оқиғасына қатысты соттың үкімі не болмақ? Алматының көліктері неге адам тағдырын ойыншық құрылы көрмейді? Анасынан осынша таяқ жейтіндей 10 айлық баланың жазығы не? Колледждің студенттері кешенді тест тапсыруға қарсы. Осы және өзге де жаңалықтар алдағы жарты сағатта. Бүгін Жаңаөзен оқиғасы кезінде уақытша тергеу изоляторының бастығы қызметін атқарған Жеңісбек Теміровке қатысты сот үкімі шықты. Теміров қызметін асыра пайдаланды деген айыппен 5 жылға бас бостандығынан айырылып, барлық мүлкі тәркіленетін болды. Сонымен қатар ол жәбірленушілердің туыстарына 1 миллион теңге төлеуі қажет. Сот изолятор бастығына 2011 жылы 16 желтоқсандағы оқиға кезінде Базарбай Кенжебаевты заңсыз қаматты. Оны дер кезінде ауруханаға жібермей, Кенжебаев содан көз жұмды деген айып тақты. Ол кінәсін жартылай мойындағаны, қатесін түсініп кешірім сұрағанына байланысты 5 жылға бас бостандығынан айырылып, жазасын жалпы колонияда өтеуге кесілді. Ал Жаңаөзен қаласында қосымша әскер кіргізіліп жатқан жоқ деп хабарлайды Маңғыстау облыстық ішкі істер басқармасының бастығы Мейірхан Жаманбалаевқа сілтеме жасаған жергілікті Лада газеті. Бұдан бұрын қайсы бір ақпарат құралдары сот үкімі шығарылар уақыт құрай қалаға әскер кіргізіле бастады деп жазған болатын. 16 желтоқсандағы оқиғаның қатысушылары ретінде айыпталып отырған 37 азаматқа қатысты сотта аяқталуға жақын. Ал Алматының солтүстік айналымында аса жоғары жылдамдықпен келіп, қарсы бетке шығып кеткен Subaru автокөлігі BMW-мен соқтығысып, апаттан 3 адам оқиға орнында қайтыс болды. Ал тағы 2 адам ауыр жарақатпен қалалық ауруханаларға жеткізілген. Бұдан бұрын дәл осы маңда қарсы бетке шығып, жол полициясы қызметкерін қағып өлтірген азамат рақымшылыққа ілігіп, жазадан босап кеткен болатын. Алматыдағы жол көлік апаты көре-көре көз үйреніп, көпшіліктің еті өліп кеткен құбылыс. Солтүстік айналма жолындағы түнгі түсірілімдегі көріністер жан түршіктіреді, бірақ оңтүстік бағытқа қарай жүйткіп келе жатқан Subaru автокөлігі қарсы бағытқа шығып кетіп, BMW көлігін қаққан. Соққының күшті болғаны соншалық, көлік ішіндегі адамдардың қол-аяғы, бас сүйектеріне дейін денесінен бөлініп қалған. Алғашқы жиналған ақпарат бойынша Subaru автокөлігі қарсы бағытқа үлкен жылдамдықпен жүріп, қарсы бағытқа шығып кеткені анықталып отыр. Subaru көлігі Қазақстан Республикасының көлігі емес, Қырғызстан Республикасының көлігі болады. Жол ережесін ескермей өрескел бұзған мына темір тұлпар қарау мүмкін емес, бөлшектері шашылып кеткен. Есінің қалай аман қалғаны таңғалтады. Өкініштісі 28 жастағы BMW көлігінің жүргізушісі оқиға орнында бірден жан тәсілім етті. Subaru'дың ішінде отырған 24 жастағы қыз бен жігіт те бас сүйек жарақатынан көз жұмып кетті, дәрігерлер жеткенше. Ал 3 адамның өліміне себепкер жүргізушіге қандай жаза беріледі? Ол төрешінің төрелігінде деді полицейлер. Тергеудің нәтижесі бойынша кімнің кінәлі, кімнің қандай бағытта, қандай жылдамдықпен жүргені бәрін анықталған соң барып, жазаның мөлшері сол кезде анықталады. Алайда қайғы жұтқан отбасылардың, төрешілердің төрелігінен дегбірі қашқан кінәлілер бұл жолда рақымшылыққа ілінеме деп қынжылады. Өйткені адам қағып өлтіргендердің ісі сот залынан босап шығумен ғана аяқталатын болды соңғы кезде. Мақсат Толықбай, Данияр Жүсіпов, Алмас Бейсенбеков, Информ бюро, Алматы. Ал 1957 жылы салынып, 50 жылдан бері жөндеу көрмеген аурухана қазір Қызылорда қаласының маңындағы Қызылжарма ауыл тұрғындарының дертіне шипа іздейтін жалғыз орын. Бүгінгі дейін қисық шеге қағылмаған ғимарат құлаудың алдында тұр. Алайда 1 жыл бұрын апаттық жағдайда деп танылған нысан 7000-дай халыққа әлі қызмет көрсетіп келеді. Осы амбулаторияға келеміз. Қыста келсек суық. Тоңамыз. Жазда келеміз. Жазда келгенде мына амбулаторияның ішінде отыру мүмкін емес. Неге? Өйткені ызаның иісі сасиды. 2 дәрігер мен 8 медбике аядай 3 бөлмеде күн сайын 100-150 келушіге ем жасауда. Кәріздің жүйелері мен су құбырлары істен шыққан емханада зертхана істемей тұрғандықтан науқастар талдауын көрші ауылдарға апарып тексертіп әкелуде. 2009 жылы емханаға күрделі жөндеу жүргізбек болған, бірақ белгісіз себептермен осы уақытқа дейін әлі қозғалыс жоқ. Қазір ғимарат жөнделетін нысандар кезегінде 41-ші болып тұр. Жылына осындай 5 қана нысанның жөнделетінін ескерсек, Қызылжармаға кезек 8 жылдан кейін ғана келуі мүмкін. Ал құрғақ уәде емхана қызметкерлерінің көңілінен шығып тұрған жоқ.
Қанша жер осы телевидение болсын, газет, журналдар болсын, келіп осында сіздер сияқты сұхбат алып неғылады, біз айтылып жатыр, жоғары орындардағы даже депутаттар да келіп көріп кетті осы біздің емханамыздың осы амбулатория жағдайының мүшкілін, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Өскеменнің бірқатар кәсіпкерлері Виктор Храпуновтың кесірінен тақырға отыруы мүмкін. Кәсібін өрге домалатқысы келгендер 5 жыл бұрын несие алып қала орталығындағы базар аумағынан жер телімдерін сатып алған көрінеді. Алайда енді келіп сот бұл жерлерді заңсыз деп тауып, мемлекеттің қарауын өткізуге шешім шығарыпты. Кәсіпкерлер бұған бұрынғы әкім Храпуновты кінәлайды. Тап осы Храпуновтың атының осыған араласуына байланысты біз осындай саяси ойынның құрбаны болып табылып отырмыз. Біз бұнымен тоқталмаймыз. Біздің қолымызда заңды жолмен алынған дәлелдемелер мен айғақты материалдар жеткілікті. Сондықтан біз өзіміздің құқығымызды заңды жолмен берілген бізге құзыретпенен жоғарғы сотқа және халықаралық деңгейдегі соттар органдарына шағымдануға жүгінуге біз дайынбыз. Онға жуық кәсіпкердің айтуынша олар несие алып барлық дүниені заңды түрде сатып алған. Алайда қазіргі уақытта олардың жергілікті базары, жер телімдері мен сауда орталықтарының заңсыз сатылғаны белгілі болып отыр. Бұл дүниелер осыдан 5 жыл бұрын мемлекеттен алынған. Енді сот шешімі бойынша кәсіпкерлер барлық мүлікті қайтаруы керек. Бизнесмендер осыған дейін заң бұзушылық туралы әкімдік, прокуратура мен қаржы полициясы білген, бірақ үндемеген дейді. Бірақ соттың апелляциялық алқасы шешімді бұзу туралы шағымды қанағаттандырмады. Колледж түлектерінен тыныштық кетті. Бұдан бұлай колледж бітірушілері университеттер тәлімгерлері атану үшін барлық талапкерлермен теңдей ұлттық бірыңғай тест тапсырады. Күтпеген жерден пайда болған кешенді тестілеуге қарсылықтарын білдірген түлектер уақыттың тығыздығын айтып наразылық танытқан еді. Алайда болашағын саралайтын сәтті студенттерден сұрап жатқан білім министрлігі болмады. Олардың бар айтқаны бағдарлама көктен алынған жоқ. Жоғары білім алам деген колледж түлектері кешенді тест тапсырады. Әдетте арнаулы орта білім алып, еш алаңсыз жоғары оқу орындарында оқуларын жалғастыратын тәлімгерлердің биылғы жоспарын дәл осылай деген министр Бақытжан Жұмағұлов бұзды. Құлыққа басып кешенді тест тапсырмау үшін колледжге келетіндердің қатары тым көбейген соң, Бақытжан мырза осы бір өзгерісті енгізген еді. Алайда бұл шешімін түлектерге алдын ала айтуға ұмытып кетті ме? Әйтеуір білім сайысына тура 2 ай қалғанда жеткізді жаңалығын. Бірақ бұл жаңашылдыққа бөріктерін аспанға лақтырып, қуанған колледж студенттері болмады. Енді тапсырады да, көбісі әділ шешіммен тапсырмайды да. Жаңағы бұл өмірде көбісі ақша шешеді. Сол ақша арқылы көбісі алып кетеді. Мен мүлдем үлгермеймін. Оның үстіне колледж емтиханы бар. Өндірістік тәжірибеден де өтіп жатырмын. Сондықтан кешенді тестке дайындалатын уақытым жоқ. Опасаюсь этого. Тым кеш айтылды, сондықтан әрине үрейі бар. Біз колледждің арнайы пәндер бойынша тапсырған тест қорытындысы мен ұлттық бірыңғай тесттің нәтижесін бірге қосса дейміз. Оқу жылының соңында өндірістік тәжірибеден өтіп, арнайы пәндерден емтихан тапсырып жүрген колледж бітірушілер білім министрінің бұл жаңалығы жағамызды ұстатты деп отыр. Жоғары білім аламын деп талпынған талапкерлер уақыттың тығыздығы мектеп бағдарламасын қайталауға да кедергі дейді. Ал жоғары оқу орындары қауымдастығының президенті білімі бар балаға білікті маман атану қиын емес дегенді алға тартады. Оқыған білім сұрау. Жаңа білім егізіп жатқан жоқ ешкім. Жаңа пәнді оқытып жатқан жоқ қой. Сол мектептегі бағдарламаны, сол колледжде оқытқан бағдарламаны соны сұрап отыр ғой. Бұған қоса колледж түлектері күтпеген жерден пайда болған кешенді тестілеудің дайындық курстарының құны қымбат екенін айтады. Сондықтан санаулы күндерден соң өтетін білім сынағынан сүрінбей өту үшін арнаулы орта білім беретін оқу орындарының студенттеріне тек өз күштеріне ғана сенуге тура келеді. Лимара Салиев, Ринат Абылқайыров, Қайрат Акымбаев, Информбюро, Алматы. Алматы облысында зейнеткер Еділ Тәженов ауласын қазып жатып, көне бұйымдардың қалдықтарын тауып алды. Тарихи жәдігерлер 1,5-2 метр тереңдіктен шыққан. Ерте заманнан қалған бұйымдар мен адам сүйектері шұңқырдан шыққан. Кәріз сулар үшін орын қазған Еділ Тәженов 1,5 метр тереңдікті әдемілеп қалаған. Әупірімдеп үлкен тастарды алған соң ұсақталған сүйектер мен ыдыс бөліктері шыққан. Кенет олжаға тап болған тұрғын арнайы мамандарды шақырған. Ол үйдің орны бұрынғы қорғандардың үсті болуы мүмкін деген болжам жасауда. Душевой, туалет, не сияқты жасайын деген ғой. Содан шұңқыр қаздым ғой, отстой. Сол қазып атқанда тастар шықты бірінші. Содан алып, қазып, бұл бәрі қаланған екен. Ақырын бұзып шығардым.
Бүгін Алматыдағы қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот Айдын Шайбасовты өлтірді деп айыпталған Бекжан Сапарбаевты 8 жылға бас бостандығынан айырды. Сот үкіміне екі тараптан наразы. Айдын Шайбасовтың анасы 8 жыл аз десе, Бекжан Сапарбаевтың туғандары баламыз жазықсыз сотталып барады деп ашынуда. Айдын Шайбасов өткен жылдың 14 маусымында Дорожник ықшам ауданында оқ тиіп қаза тапқан болатын. Мына бейнетаспада Айдынның өліміне қатысты куәгерлердің тергеушіге берген жауабы көрсетілген. Олар күдікті ретінде Бекжан Сапарбаевты көрсетуде. Қарсыңызда тұрған Сапарбаев танисыз ба? Солын танимын. Танығанда қалай танисыз енді? Кейін өшін дене бітімі, мұрны, қабағы. Қарабасы туған азамат танып отыр. Өткен бұл жігітті 14 маусым күні Дорожник ықшам ауданында өзіміздің дос балармен жұмыста балармен қорғашып отырған кезде осы жігітке дос баламыз атып кетті. Мен біріншіден үйде болдым да. Алына кісілердің ұстағанын бәрі үйден ұстап отырды. Именно мен сендер істейтін болса, мен қашып кететінмін. Ал біздің арнамызға арнайы келген куәгерлер тергеушілер тарапынан қысым көрсетілген, алданып қалғандарын жеткізді. Мен бірінші кіріп едім, жаңа Айдар деген жігіт сөз жүртеді. Кіресің точно айт деді. Жаңа 80% деген кері жоқ деді ол. Точно кірдің, сенсің атқан. 100% сенсің. Болды, дело жабылды, бітті. Санкцияға деп алданып қалды, сол жерінде алдап кетті. Бір соны яғылды, содан кейін сонымен қысым көрсетті жаңа. Сотта там бүйтен деп заң білмеген соң қорқасың. Маған танылды деп айтып қойдыңдар сендер. Жаздыңдар, мысалы, сүйретті таныңдар. Енді басқа шайтандар өздерін сотталасыңдар деді бізге. Бана біреуді не алған үшін, өтірік танығандарың үшін сендер сотталасыңдар. Енді ауыздарын жаппасаңдар, мысалы, сендердің аттарын сөзімізде сендер соттаймыз деп сөйтті бізге. Алдап кетті да, ол оказывается оны подозреваемый деп сондай алып келіп отыр екен да. Онымен ол жігітті алып келген соң ровдыда, жетісуский ровдыда терезеден көрсетті. Міне анау жігіт тірдей былай өзің көріп алыңдар. ДВД-ға барған кезде очень ставка болады, біз көрсетті деп айтпаңдар деді. Алғашқы сотта ақталып шыққан Бекжан Сапарбаев осы жолы 8 жылға сотталды. Ал қорғаушысы қылмыс жасалған кездегі сыбайластары қолданылған қару мен көліктің іздестірілмегенін айтады. Оған қоса Бекжанның кінәсіз екенін дәлелдейтін дәйектер де назардан тыс қалды деп отыр. Біздің қорғауымыздағы Сапарбаев Бекжанды осы фотографтағы суретке ұқсайды деп, оны қамауға алып, оны жаңағы үкім шығарылып отыр. Бұл үкіммен нақты келіспейтін себебіміз сот барысында, алқабилердің қатысуымен болған сот барысында ешқандай нақты дәлел табылған жоқ. Ал марқұм Айдын Шайбасовтың анасы сотталушыға 8 жыл қатаң режимдегі жазаның берілуімен келіспейді. Баласының өліміне кінәлі деп танылған Бекжан Сапарбаевтың 20 жылға сотталуын және моральдық, материалдық шығын талап ететінін жеткізді. Мен бұны ізденіп қалалық сотқа дейін жазып, кассациялық сотта бұл Сапарбаевты қайтадан қаматқыздым. Қайтадан қаматқан кезде бұл жерде алқабилердің несі салалығы. Екіншіден мен хаттамамен танысқан жоқпын. Ешқандай сот үстінде талап арыз бере алмадым. Өйткені менің адвокатым болған жоқ. Мен ешқандай заңды білмедім. Одан кейін барып, қазір менде адвокат бар, уже мен бәрін түсіне бастадым. Жәбірленуші Сайра Аюпова Бекжан Сапарбаевқа ең жоғарғы жаза тағайындалуын талап етпек. Ал екінші тарап Бекжанның ақталып, нақты қылмыскердің жазаланғанын қалайды. Екі жақ жоғарғы сотқа дейін барамыз деп отыр. Ұлан Тәліпбай, Данияр Жүсіпов, Ринат Фазылбаев, Информбюро 31 телеарна. Малайзия астанасы маңында орналасқан Петалинг Джая қалашығында 10 айлық баласын қатыгездікпен сабап жатқан ананың әрекеті барлық ғаламтор пайдаланушыларының жағасын ұстатты. Сәбиін ұрып соғып жатқаны бейнеленген ролик интернетке мамырдың басында шыққан. Бірнеше күннің ішінде аталмыш видеоны 2 миллионнан астам адам көріп шошыған. Британдық газет Daily Mail'дің жазуынша бұл бейнероликті баласын біресе жастықпен, біресе қолымен ұрып жатқан әйелдің құрбысы түсіріп алған. Мұндай сұмдыққа шыдамаған құрбысы жүрек ауыртар әрекетті дәлел ретінде түсіріп, бейнені құқық қорғау органдарына жіберуді шешкен. Жергілікті полицейлердің айтуынша ұрып соғу 1 жыл бұрын болған, алайда бейнеролик ғаламтар беттеріне тек жақын күндері түсіпті. Полицейлер қатыгез әйелдің аты жөнін айтудан бас тартты. Тек оның 18 жастағы тұрмысқа шықпағаны ғана белгілі болды. Полиция мамандарының сөзінше, ару кінәлі деп танылып, ол 18 айға қамауға алынды. Әлеуметтік қорғау департаменті
Қызметкерлерінің айтуынша қазір кішкентай сәби бір отбасына уақытша бағуға берілген. Алда көретіндеріңіз. Айтыскер Оразалы мен Ажардың артында қалған балалары әке-шешесін әлі сағынады. Ел еркелерін осынша алғанда қара жер қойның тойса шай. Қазақстан Лондон Олимпиадасының чемпиондарында әлемдегі ең жоғарғы сыйақыны тағайындап отыр. Бізден ақш пен Ұлыбританияда қалып қойды. 31 қосулы болсын. Шетелдегі 5 миллион қазақтың ішінде миллиардтан шығып, Пекиннің сахнасында ән салған, Монғолияның ұлы құрылтайында демократияның үлгісін көрсеткен, Еуропада инженерияның теңдессіз маман атанған әнші, дәрігер, профессорлар қаншама. Қазақ-ау, біз оларды неге ұмыттық? Олардың кешегі әкесі большевиктердің қызыл қырғынына бір ұшыраса, ұлттық генофондтың алтын қорын айналуға тиіс. Бүгінгі өздері квотаны тоқтатумен азаматтықты қиындату арқылы тағы бір соққалып отыр. Абай айтпақшы, бір жанға екі күйу әділет пе? Жанар Жолтаев әңгімелейді. Ел болып, етек жауып дамыған елдер қатарына қосыламыз деп жаһанға өзімізді жарнамалап жатқанда, өзге жұртта өгейлікпен тірлік етіп отырған қандастарымызды елге тартуға неге мүдделі емеспіз деген сұрақ амалсызда туады. Басқан айтпағанда ғылым, ілім, мәдениет, экономика мен ағарту салаларында еңбек етіп, өзге елдің даңқын асырып жүрген алтын басты ағайындарымыз қанша. Сол елдегі басым ұлттың телегейіне шөгіп, тентіреп жүрген бауырларымызды шақыруға, елімізді көркендеуіне үлес қосар зиялыларды Қазақстанға тартуға не кедергі екені бүгінде белгісіз. Бір арыз жазғаным бар, Қонаевтың атына. 36 адамның аты жөнін, адресін жазып бердім. Олардың ішінде 4-5 араб тілінің маманы, ағылшын тілінің маманы, жапон тілінің маманы, соң Қытай тілінің маманы көбірек еді. Ондағы менің ниетім осы адам мамандар, мынадан пайдаланыңдар дедім, басқа ештеме дегенім жоқ. Бірақ содан пайдаланған жоқ, көбі солардың қой бағып жүріп, көбі сол егін салып жүріп, сонда жоғалды, өлді. Оралман ақын Алмаз Ахметбектің айтуынша Қазақстанда жаңалыққа деген талпыныс болмағандықтан, сол жаңалықты ашатын білімі жоғары, білікті де ойлы мамандарға деген сұраныс жоқ. Ғылымға деген талпыныстың болмауынан шетелде жүрген қазақ ғалымдары бағаланбай отыр. Кадр тапшы бұл заманда адамнан құралған сыртқы ресурсымызды көрмейде, іздемейде отырмыз дейді ол. Алдыңғы жылғы Жапониядағы бір биологиялық зерттеу тобы Нобель сыйлығына ұсынылды, бірақ алған жоқ. Сол зерттеу тобының жетекші маманы Мәдеткүл Жұмабайқызы деген қыз Америкада зерттеумен айналысып жүр. Енді бүйтіп айта берсек өте үлкен көп мамандар шетелде жүріп жатыр. Оған мен Қазақстаннан осы мамандардың Қазақстанға келуіне мүдделі болып тұрған ешкімді көріп тұрған жоқ. Монғолия үкімет басшысының орынбасары болып тұрса да, барлығын тастап еліне оралған Зардыхан Қинаятұлы бүгінде зиялы топ оралмандарға Қазақстанның беретін потенциалы аз дейді. Оларға қолдау көрсетуге экономикалықта, қаржылықта, адамида мүмкіншілік тапшы. Сондықтан өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол деген мақалдың маңызы жоғалған деп отыр. Бұл заманда барлығын тамыр таныстық, ағайын туыстық шешеді. Сондықтан да шетелдегі қазақ интеллигенциясын шақырсақ та, оларға лайықты құрмет көрсетуден адамыз дейді ақсақал. 28 ғылым докторы бар, 76 ғылым кандидаты бар. Қандай да бір енді мемлекеттің қайраткер атанған адамдардың саны түрлі салалардан. Ондай адамдардың саны қазір 71 Монғолияда. Мемлекеттік сыйлықтың иегері болған адам 4. Еңбек сіңген артистер қазақтардан шыққан 16. Бүгін белгілі күйші қазақ шертпе күйінің шебері Оралман Мұхаш Таңғытұлының күйеші ұйымдастырылды. Қытайдан келген бұл азаматтың негізгі мамандығы қаржы қызметкері. Алайда ол осы күнге дейін екі қолға бір күрек таппай жүрген көрінеді. Әйтсе де ұлтжандылығы басым қандасымыз 19-20 ғасырда Қытайда өмір сүрген қазақ шертпе күйлерінің мектебін қалыптастырған азаматтардың мұрасын Қазақстанға алып келіп, күй табақтарын шығарып, нотаға түсіріп жүр екен. Мәдениет министрлігі жасамаған жақсылықты жалғыз адам нардай болып атқарып жүр дейді замандастары. Осы отанына келіп, қазақтың күйін өзі арқалап жүрген, жүрегімен орындап жүрген қазақ күйін көрсетіп кетсем, орындауым, еліме жеткізіп кетсем деген жүрген бір Дон Кихот кісі. Қарасаңыз өзі жаңағы күйдің күй табақтарын өз қаржысына шығарған, оның өзі жеткіліксіз. Ал біз қазір мұрша болса, әрине осындай шетелдегі біздің асыл мұрамызды насихаттап жүрген ағаларымыз жазып алуымыз керек. Себебі бүгін бар адам ертең, және бұл ресми біздің мәдениет министрлігі осы істің басынан табылу керек қой.
Ал бізге ұлт көзінің ағы мен қарасы кімдер екенін түсінер уақыт бола ма екен. Жанар Жолтаева, Ринат Абулхаиров, Қайрат Әкімбаев, Информбюро 31 арна. Анаға хат сағындым сені әндерінің орындаушысы Ажар Түзелбек қызының дүниеден озғанына 1 жыл толды. Осыған орай кеше Алматыда әнші Ажар мен оның жары айтыстың дүлдүл атанған Оразәлі Досбосыновты еске алу кеш өтті. Ән жүргешін олардың туыстары мен өнердегі дос жарандар ұйымдастырған. Ал Ораз бен Ажардың артында қалған екі боздағының сахнада өнер көрсеткенін тамашалаған халықтың көзі жасқа толды. Жас келсе де, бірақ ел аузында қалу керек. Оразәлі мен Ажардың артында қалған Нұрайша Нұрсұлтан есімді балаларының бүгінгі тілегі осы. Ата-анасының есімі ел жадында мәңгі сақталса екен дейді олар. Бірінің қолын бірі мықтап ұстап, бірге өсіп, бірге есейіп келе жатқан бұл балалар болашақта әке-шешесінің ізін жалғастыруды қалайды. Ал өзін анасына тартқанын ғана айтқан Нұрсұлтанның көңілі кеште жабырқаулы болды. Ата-анасына деген сағынышын ол тек аға бауырларына ғана айтады екен. Ал 7-ші сыныпта оқитын Нұрайша болса әлі күнге дейін анасының өмірден озғанына сенер емес. Жетпейді, бір нәрсе жетпейді. Бірақ сенбейсің. Әрине сенбейсің, уже 1 жыл болды да анам не қылған өткеннен, бірақ сонда да сенбеймін. Сенім жоқ. Жүрген сияқты да, бірақ жетпейді бір нәрсе. Екеуіне сенбейсің ғой, бірақ әкемнің уже өтіп кеткеніне 7 жыл болды. Бүгінде Нұрсұлтан мен Нұрайша нағашы атасының қолында тұрады. Ал Ажардың Ерғанат есімді 2-ші жарынан туылған ұлы қазір әкесінің тәрбиесінде. Ажардың әкесі қыздың кішкентайынан өнерге жақын болғанын айтады. Ораздың қазасынан соң әндерінің басым бөлігін соған арнады дейді ол. Оразәліні аңсап, Оразәлінің жаңағы деген махаббатын, сағынышын баса алмады. Сол жаңағы неге өнерге шыққаннан бастап жаңағы сағынышым сағындым сені әніменен жаңағы халықтың жүрегіне Оразәлі деген махаббатын жеткізе берді. Ораз бен Ажардың еске алу кешін өнердегі дос жарандар ұйымдастырған. Кешке Ақбота Керімбекова, Саят Медеуов, жігіттер квартеті, Қоңыр тобы, Еркін Нұржанов, Роза Әлқожа сынды өнер жұлдыздары қатысты. Бүгінгі кеш кішкене ауырлау кеш болып отыр біз үшін, бірақ оның өзінің қол жетпей кеткен кеші. Оның үстіне жаңағы Оразалында осындай республикалық деңгейден әлі кеш өткен жоқ, еске алу кеші. Ажар марқұмның еңбек сүйгіштігі маған қатты ұнайтын. Ақын Оразәлі Досбосынов Шонжы тас жолының бойында болған көлік апатынан көз жұмса, жары Ажар Түзелбек қызы да Алматы Талдықорған тас жолында болған жол апатынан дүниеден озған еді. Аида Боранбай, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы. Қазақстан Лондон Олимпиадасынан чемпион атанған спортшыларға деп әлемдегі ең жоғарғы сыйақыны тағайындап отыр. Еліміз Олимпиада алтынының иегеріне 250 мың, күміске 150, қола медальға 75 мың ақш доллары көлемінде сыйлық жасамақшы. Спорт мамандары бокс, күрес және ауыр атлетикадан көп үміт күтеді. Қазақстаннан кейін спортшыларын ең жоғары сыйақымен марапаттайтын Италия елі. Олар алтын медальға 180 мың доллар беріледі деп жоспарлауда. 3-ші орында Қырғызстан мен Литва. Олар өз саңлақтарына 150 мың доллар бермек. 4-ші орында Болгария мен Ресей. Бұл елдер қыз жігіттеріне 130 мың доллардан сыйақы төлемекші. ақш-та Олимпиада чемпиондарына берілер сыйақы көлемі 18 жылдан бері 25 мың доллар күйінде өзгермей келеді. Ал Швеция мен Норвегия үкіметі Олимпиадада жүлде алған спортшыларға ақшалай сыйлық бермейді. Тек чемпиондар құрметіне елдегі географиялық аймақтарды атайды. Ал Солтүстік Кореяда жеңімпаздарды арнайы мемлекеттік наградамен ғана марапаттайды. Ұлыбритания болса жүлдегерлердің қанжығаларын мүлдем бос қайтарады. Бұл туралы Азаттық радиосы хабарлап отыр. Бүгінгі осы Информбюроның орыс тіліндегі нұсқасынан соң түріктің Фатмагүл телехикаясын көре аласыздар. Қашанда 31-ді қосып жаңалықтарды көріп жүріңіздер. Қазақтың көк байрағы Лондонда көбірек желбіресін.